Том Круз киноактер, режиссер, сценарист және продюсер. Ол американдық кинематографияның ең көрнекті өкілдерінің бірі, армандар фабрикасының тұлғасы деп аталады. Актер өзін жасаған жұлдыздардың санатына жатады. Халықаралық табыс пен жоғары гонорар орындаушының мінезіне әсер еткен жоқ. Ол әлі күнге дейін өзінің мансабының алғашқы күндерінен бастап үйренген. Томас Круз Мапатер 1962 жылы 3 шілдеде Сиракузеде, Нью-Йорк штаты, ақш, дүниеге келген. Ол отбасындағы 4 баланың үшіншісі және оның Ли Энн, Мариан және Касси сынды әпкелері бар. Олардың біріншісі қазір Океанияда тұрады. Томның әкесі инженер, бірақ оның мансабы сәтсіз болды. Томның анасы актриса болған. Отбасы кедейлікте өмір сүрді және үнемі бір жерден екінші жерге көшіп отырды, өйткені әкесі жұмыста қиындықтарға тап болды. Ол балаларын қатал өсірді, оларға жиі дөрекі және әділетсіз болды. Әр болмашы себептермен оларды ұрып соғады. Кейін Том оны бұзақы және қорқақ деп атады. Әкем маған өмірдің қалай жүретіні туралы өте маңызды сабақ берді. Ол мені босаңсытып, қауіпсіз сезінемін деп алдап, сосын бам және ұрды. Ал мен оған бірдеңе дұрыс емес. Оған сенуге болмайды. Мен оның айналасында абай болуым керек деп ойлай бастадым. Бала 14 жасқа дейін 15 мектепке барғандықтан, оның оқу және оқу үлгерімінде белгілі бір проблемалары болды. Бұл оның дислексиясымен, яғни адам мәтіндегі жазылған әріптердің ретін дұрыс қабылдамайтын жағдаймен одан әрі қиындады. Бақытымызға орай, жасы ұлғайған сайын бұл мәселе шешілді. Том өзіне сенімсіз бала болып өсті. Бойының аласалығы оны ең ұятқа қалдырды. Сондықтан ол негізінен аласа құрдастарымен немесе жас жігіттермен сөйлесуге тырысты, олардың фонында шолақ шал болып көрінбеу үшін. Сонымен қатар, болашақ жұлдыздың тістері көріксіз қисық болған. 1971 жылы отбасы Канадаға көшіп, Оттаваға қоныстанды. Онда әкесі Канаданың қарулы күштерінің техникалық кеңесшісі болып орналасты. Мұнда Роберт Хопкинс мектебінде бала алғаш рет драма үйірмесіне шықты және оның 7 оқушыдан тұратын топ құрамындағы алғашқы қойылымы мектеп фестивалінде сенсация тудырды. Қимылдар мен импровизациялар керемет болды. Бұл ансамбль орындайтын классикалық нөмір болды деп еске алды оның мұғалімі. Тезірек өсіп, күшейемін деп Томда спортпен белсенді айналыса бастады. Атап айтқанда, ол хоккей ойнады, бірақ өзінің спорттық қабілетімен емес, агрессивті ойын стилімен ерекшеленді. Бір кездері бала өмірін спортпен байланыстырып, кәсіби балуан болуды да ойлады. Бірақ тізе жарақаты бұған жол бермеді. Том 14 жаста болғанда, оның ата-анасы ажырасып, анасымен 4 баласы Америка құрама штаттарына оралып, Кентуккидегі Луисвиллдегі шағын үйге қоныстанды. Жас жігіт католиктік діни қызметкер болуды көздеп, Цинциннатидегі францискандық семинарияға оқуға түсті. Алайда бір жылдан кейін ол бұл идеядан бас тартып кәдімгі мектепке оралды. Отбасы өте қиын болды. Балаларды тамақтандыру үшін анасы үнемі 2-3 жұмыста жұмыс істеді. Ал Том мен оның әпкелері де мектептен кейін толық емес жұмыс істеуге мәжбүр болды. Бала 16 жаста болғанда анасы екінші рет үйленді. Оның жаңа аруы Джек Саут керемет өгей әке болды. Ал Том ол туралы әрдайым жылы лебізін білдірді. Ол анамызды қатты жақсы көретіні сонша, ол бізді де, онымен бірге төртеуімізді де жақсы көрді. Содан 16 жасында ұстазының талабымен мектеп сахнасында өзін тағы да қойылымда сынап көрді де, күтпеген жерден өз талабын тапқанын түсінді. Анасы ұлының актер болу ниетіне жылы лебізін білдірді. Жас кезінде ол театр мен киноны армандады, бірақ ол өзін актриса ретінде сынауға батылы жетпеді. Өйткені ол өз сөзімен айтқанда, шіркеуден кетуден, моральдық нормалардан асып кетуден, сол кездегі қыздар өте жоғары бағалағанның бәрін жоғалтып алудан қорықты. 1984 жылы Том Круздың биологиялық әкесі қатерлі ісік ауруынан қайтыс болды. Фильмдер 1980 жылы Томас Нью-Йоркке көшті, және ол жасаған бірінші нәрсе оның атын қысқарту болды. Үлкен алмаға келгеннен кейін бір жыл өткен соң, ұмтылған киноактер байқап, шексіз махаббат фильмінде Биллиді ойнауға шақырылды. Круз өзінің алғашқы басты рөлін 1983 жылы тәуекелді бизнес блокбастерінде алды. Фильм кассада $65 миллион жинады, ал Томның гонорары $75 мың алды. Ол коктейль мелодрамасының постерлерінің көшірмелерін әлі күнге дейін сақтайды. Одан жас кумир бар мен кейпінде жанкүйерлерге қарап отыр.
Орындаушы өз жұмысына жауапкершілікпен қарап, сусындарды араластыру өнерін кәсіпқойлардан үйренген Круздың ең жақсы рөлдерінің бірі «Жаңбыр адамы» фильміндегі бизнесмен Чарли Баббит болып саналады. Сыншылар, соның ішінде, бокс журналисі Ник Хильдич, сюжетті шамадан тыс сентименталдылықтан арылтып, жобаның деңгейін көтерген Томның өнерін жоғары бағалады. Актерге миллиондаған жаңа жанкүйерлер әкелген тағы бір көрнекті жұмыс, әйгілі вампирмен сұхбат фильміндегі жалғыз және жұмбақ Лестаде Лионкурдың бейнесі, фантастикалық драманың беделді киносыйлықтарға номинацияларына және олардағы жеңістерге қарамастан Том Круз және Брэд Грейспир жүлдені алды. Магнолия фильмінде Круиз қосалқы рөлде көрінді, олай емес. Сыншылар мен жұртшылықтың назарын өзіне аударуға кедергі жасады. Ал суреттің өзі бірнеше себептермен көрермендерді қызықтырды. Олардың арасында бақа жаңбыры жауған көрініс жануарлар құқығын қорғаушылардың назарын аударды. Жасаушылар қосмекенділердің ешқайсысы зардап шекпегенін, ал кадрда аспаннан құлаған резеңке және компьютермен салынған бақалар бейнеленгенін түсіндіруге тура келді. 2001 жылы Круз «Ванильді аспан» фантастикалық мелодрамасында басты рөлді сомдады. Сол үшін ол үздік ер адам рөлі үшін Сатурн сыйлығын алды. Фильмде Томның серіктестері Пенелопа Круз мен Кэмерон Диас болды. Жоба музыкалық сүйемелдеу ретінде танымал музыкалық топтардың шығармаларын пайдаланды, соның ішінде Radiohead, U2 және Monkeys. Кепілдік нео-нуар триллерінде актер жалдамалы өлтіруші Винсенттің рөлін сомдады. Фильмдегі жұмыс актерлер құрамы мен түсірілім тобының өзгеруімен қатар жүрді. Сонымен Винсентті бастапқыда Рассел Кроу ойнауы керек еді. Бірақ түсірілім басталғаннан кейін 3 аптадан кейін оператор, режиссер және продюсер Майкл Мannмен қақтығысқа байланысты кетіп қалды. Круиз жұлдыздары шығармашылық қоғамда үлкен назар аударатын әрбір жобаға Стивен Спилбергтің «Әлемдер соғысы» фильмі және «Валькири операциясы» әскери триллері кіреді. Том өзінің кейіпкері полковник Клаус фон Штауфенбергтің шынайы өмірдегі суретін көргеннен кейін арнаға кірді. Тарихи тұлға, вермахт полковнигі. Актер орындаушыны шабыттандырған прототипке сыртқы ұқсастығымен таң қалдырды. Актердің репертуарында әртүрлі рөлдердің болуына қарамастан, Круз үшін басты рөл кейіпкер бейнесі болды. Том рыцар және күн комедиялық экшн фильмінде керемет жеңімпаз ретінде көрінді. Премьерадан кейін фильм бастапқыда авторлар мен қатысушылардың көңілін қалдырды, өйткені прокаттың алғашқы күндері сәтсіз болды, бірақ бірнеше айдың ішінде әлемдік кассалық кірістер $260 миллион асып түсті. Фильм ағылшын жазушысы Ли Чайлдтың романынан түсірілген. The Shark кітабы бірден бестселлерге айналды, сондықтан кітап шыққаннан кейін көп ұзамай Paramount Pictures фильм түсіру құқығына ие болды. Ертеңгі шеті ғылыми фантастикалық экшн фильмінде Томның кейіпкері шетелдік басқыншылардың әскерімен күресуге мәжбүр болды. Сюжетті түпнұсқа деп атауға болмайды, бірақ фильм көрермендер мен сыншылардан жақсы пікірлер алды. Rotten Tomatoes агрегаторлық веб-сайтында рейтинг 91 болды. Тағы бірде актерге Круиз басты рөлді ойнаған Oblivion дистопиясында әлемді бөтен шабуылдан құтқаруға тура келді. Бұл қиын істе оған Ольга Куриленконың кейіпкері көмектесті. Блокбастерді жылы қабылдады. Мрисей, Круиз мен Куриленко премьера алдында Мәскеуге барып, вечерний Ургант шоуына қатысқан Америкада жасалған фильмінде Том атақты ұшқыш контрабандист Барри Селді ойнады. Фильм сәтті шыққанымен қайғылы оқиғаға ұласты. Жұмыс қызып тұрған кезде түсіру тобының мүшелері мінген ұшақ апатқа ұшырады. Оқиғадан аз уақыт бұрын қайтыс болған каскадер ұшқыш Алан Пурвин әлеуметтік желіде өзінің көкжиегін кеңейтіп, Том Крузбен ынтымақтасуға қуанышты екенін хабарлады. Сәтті жобалардан басқа, суретшінің фильмографиясында сәтсіздіктер де бар. Осылайша, Мумия Штырман оқиғалы фильміндегі сарбаз Ник Мартон рөлі үшін Том қайтадан алтын таңқурай наградасына ие болды, ал Rotten Tomatoes туралы оң пікірлер 16 құрады. Бірақ бұл $409 миллион құрайтын кассалық түсімдерге әсер еткен жоқ. Мүмкін емес миссия Томның мансабының шыңы мүмкін емес миссия детективтік триллері болып саналады. Оның бірінші бөлігі ұзақ уақытқа созылған серияның бастамасы болды. Фильм сонымен қатар агент Этан Ханттың басты рөлін сомдаумен қатар, актер өзін алғаш рет продюсер ретінде сынап көргенімен де танымал. 4 жылдан кейін миссия мүмкін емес 2 үлкен экранға шықты. Фильм көрермендер үшін сәтті ғана емес, сонымен қатар қаржылық табысқа ие болды.
550 миллион доллар жинады. Бұл негізінен трюктердің керемет орындалуына байланысты болды. Круиз тек бір қауіпсіздік арқанын пайдаланып, жардан жарға оңай секірді. Содан кейін Том франшизаның барлық келесі бөліктерінде пайда болды. Жоба жұлдыздың шығармашылық өмірбаянында шешуші рөл атқарды. Бәлкім, сондықтан круиз продюсерлер үшін қажет болу үшін қолынан келгеннің бәрін жасады. Осылайша, Дубайда өткен мүмкін емес миссия, елес хаттамасы бөлімін түсіру кезінде, актер Бурдж Халифа зәулім ғимаратының басына көтерілді. Ол жерден қауіпсіздік арқанының көмегімен ғимараттың қабырғасымен төмен түсті. Саентология, наным және азаматтық ұстаным үшін 1990 жылы Том Круз діни философ Лафайет Рональд Хаббард негізін қалаған саентология шіркеуіне қосылды. Діннің негізі адамның өлместігі және рухани қайта туылу мүмкіндігі идеясы болды. Актердің айтуынша, саентология оны бала кезінен қинаған көптеген мәселелерден арылуға көмектескен. Дислексия сияқты аурулар өткеннің еншісінде. Круз ілімнің ашық ізбасары болды, және оны белсенді түрде насихаттай бастады. Еуропалық елдерде саентология тиісті түрде мойындалмаса да, суретшінің арқасында оқытудың негізгі постулаттары негізінде тазалау бағдарламасы жұмыс істей бастады. Жоба 2001 жылғы 11 қыркүйектегі лаңкестік әрекеттің зардаптарын жоюға қатысушыларға арналған. Жұлдыздың күш-жігері марапатпен бағаланды. Саентология шіркеуінің басшысы Дэвид Мискович Томға бостандық медалін табыс етті. 2016 жылы Голливуд актері шіркеуге жақын болу үшін Ұлыбританияға көшуді шешті деген ақпарат пайда болды. Атақты адам бұрын діни ағымның негізін қалаушыға тиесілі мүлікті сатып алған. Жұмысына байланысты Круз Америка құрама штаттарында жиі тұрады. Онда оның бірнеше мүлкі бар. Том өзінің асырап алған балалары Изабелла мен Коннорды өз сеніміне айналдырды, және бүгінде олар асырап алған әкелері сияқты саентологияның жалынды ізбасарлары болып саналады. Круз өзінің жалғыз биологиялық қызын көре алмайды. Қыз католиктік шіркеуге барады, ал саентологияда басқа дінді ұстанушылармен тығыз байланыста болуға тыйым салынады. Актердің көп нәрсеге дәстүрлі емес көзқарасы бар. Мысалы, Том психиатрияны нацистік ғылым деп атады. Бірде ол тіпті босанғаннан кейінгі депрессияға қарсы дәрі қабылдап жүрген Брук Шилдспен қызу дауға қалды, бірақ кейінірек Круз әріптесінен кешірім сұрауға мәжбүр болды. Түсірілім кестесінің арасында Том өзінің азаматтық ұстанымын ұмытпайды. 2021 жылдың мамыр айында Алтын глобус марапаттауының айналасында нәсілдік дау туды. Бірқатар Голливуд әртістері бұл шараға түрлі жолдармен бойкот жариялай бастады. Круз барлық үш Голливуд шетелдік баспасөз қауымдастығы марапаттарын қайтарды. Оған себеп, марапаттау қазылар алқасында бірде-бір қара журналист болмаған. Сыйлық шығынға ұшырады, және қоғамға жағдайды түзетуге уәде берді. Жеке өмірі кинодағы мансабында Том өзінің имиджін бірнеше рет өзгертті. Экрандағы алғашқы көріністерінен кейін оның шкафы жарқын жейделерге толы болды. Бірақ вампирмен сұхбат фильмінде ойнағаннан кейін актер стильді күртелерге қызығушылық таныта бастады. Миссияға қатысу арқылы суретші қара былғары курткаларға тәуелді болды. Атақтының шаш үлгісі де өзгерді. Круз өзінің мансабының басында шашының ұзындығымен біркелкі түсімен тәжірибе жасауға мүмкіндік берді. Бірақ 2000 жылдардың басынан бастап ол көбінесе қысқа шаш үлгісімен экранда пайда болды. Том Круз соңғы самурай фильміндегі рөлі үшін сақал өсірді. Актердің бірінші некесі әлем жұртшылығы әйгілі Голливуд актерінің жеке өміріне қызығушылық танытты. Круз 3 рет үйленді. Жас кезінде суретші бұрынғы Мими Роджерске үйленді. Оның әйелі Томнан 6 жас үлкен. Мимидің арқасында орындаушы саентология шіркеуінің ізбасары болды. Неке үлгілі деп саналды, бірақ ақырында ерлі зайыптылар Круиз Лос-Анджелеске көшуден бас тартқандықтан ажырасып кетті. Екінші әйелі Николь Кидман 1990 жылы Найзағай күндері фильмінің түсірілімінде Том өзінің болашақ екінші әйелі Николь Кидманмен кездесті. Ғашықтар сол жылы Рождество мерекесінен кейін үйленді. Кидман Круиз отбасы мықты деп саналды. Актерлар 11 жыл бойы үйленген және 2 бала асырап алған. Қызы Изабелла мен ұлы Коннор 1999 жылы Том мен Николь Стэнли Кубриктің көзді жабу триллерінде бірге ойнады. Кидман мен Круз проблемаларын шеше алмаған ерлі зайыптылардың рөлін сомдады. 2 жылдан кейін Голливудтағы ең әдемі жұп ажырасуға арыз берді. Ажырасудың ресми себебі ерлі зайыптылардың бос жұмыс кестесі болды. Ажырасу кезінде Кидман бұрынғы күйеуінен $10 миллион ұтып алды.
Асырап алған балалары 2001 жылы актриса Пенелопа Крузбен «Ванила аспан» фильмінде бірге жұмыс істеген кезде қарым-қатынасты бастады. Ғашықтар заңды некеге тұрмай 3 жылдық қарым-қатынастан кейін ажырасқан. Кэти Холмспен отбасылық одақ 1 жылдан кейін Том өзінің 3-ші әйелі, сонымен қатар актриса Кэти Холмсты кездестірді. Әдемі роман талқыланды және барлық таблоидтар жазды. Круз қызы Сури дүниеге келгеннен кейін, 6 айдан кейін Парижде сүйіктісіне ұсыныс жасап, Кэтиге сәнді гауһар тас сақина сыйлады. Ерлі зайыптылар Опра Уинфри шоуында өздерінің сүйіспеншілігін ресми түрде жариялады. Эфир кезінде суретші эмоцияларын ұстамады. Круз диванға ұзақ секірді. Содан кейін тележүргізушіні құшақтап, таңдағанның алдында тізе бүгіп қалды. Бұл эпизод кейінірек қорқынышты фильм 4 комедиясының сюжеті болды. Үйлену тойы 2006 жылы Италияда өтті. Жұлдызды жұп некеде 6 жыл өмір сүрді. Ал 2012 жылдың тамызында Холмс пен Круз ресми түрде ажырасуға өтініш берді. Томның қызын тастағысы келмеді. Ол балаларды қатты жақсы көреді және көптен бері үлкен отбасын армандады, бірақ жоғарыда аталған себептерге байланысты ол оларды жиі көрмейді. Сыбыстарға сәйкес, Круиздің діні мен өмірге деген көзқарасы Бақ Томға бірнеше рет жаңа романстарды жатқызды. 2015 жылы Круиздің таңдаған адамы оның жеке көмекшісі Эмили Томас екендігі туралы ақпарат пайда болды. Көп ұзамай қыздың күйеу жігіті бар екені белгілі болды. Кейінірек серіктес жұлдыздар Ребекка Фергюсон және Хейли Атвеллмен қарым-қатынасы туралы қауесеттер пайда болды. Бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, ол соңғысымен 2020 жылдан бері кездесіп жүрген. 2 жылдық романтика маңызды ештеңеге әкелмеді және екеуі де дос болып қалғаны жақсы деп шешті. Инсайдерлер айтты, себебі олардың ажырасуына бұқаралық ақпарат құралдарының олардың ерлі зайыптыларына шамадан тыс назар аударуы себеп болды. Ал 2022 жылдың жазында актердің жұмбақ бейтаныс адаммен бірге шығуы сенсация тудырды. Круз өзінің жаңа құрбысын Адельдің концертіне апарды. Том Круз қазір 2022 жылдың мамыр айында Том Круздың қатысуымен Top Gun Maverick экшн фильмі көрсетілді. Фильм 1986 жылы шыққан Top Gun мелодрамалық экшн фильмінің жалғасы болып табылады. Актер ұшқыш Пит Митчеллдің рөлін сомдады. Тек 34 жыл өткен соң Круз фильмдегі барлық трюктерді өзі орындады. Картина актердің мансабындағы ең көп табыс әкелді және оған ең көп төленген $100 миллион әкелді. Бұл рейтингте екінші орынды эмансипация жобасы үшін $35 миллион төлемімен мақтана алатын Уилл Смит иеленді. Ал Голливуд жұлдызы Леонардо Ди Каприо Гүлдер айындағы өлтірушілер фильміндегі рөлі үшін $30 миллион мен үздік үштікті түйіндеді. Мүмкін емес миссия 7 жобасын түсіру үшін круиз ұшақтан секірумен айналысты. Премьера алдында желіде жарияланған фильмнің түсірілімінен түсірілген кадрлар жанкүйерлерді таң қалдырды. Том ауада аударылған бипланның төбесінен ұстап тұрды. Жанкүйерлер оның жасына қарамастан 2022 жылы Куми. Жасында 2022 жылы Кумир өзінің 60 жылдығын атап өтті. Круз әлі де осындай трюктерді өзі орындайды. 2023 жылдың қаңтарында Бақ Круздың жаңа фильмге түсу үшін ғарышқа аттанатынын хабарлады. Фильмография 1981, Шексіз махаббат 1988, Жаңбыр адамы 1994, Вампирмен сұхбат 1996, Миссия мүмкін емес 1996, Джерри Магуайр 1999, Көзді жұмып 2001, Ваниланың соңғысы 2005, Әлемдер 2012, Ғасырлар жартасы 2014, Ертеңгі күннің шеті 2017, Мумия 2018, Миссия мүмкін емес құлдырау 2022, Топ мылтық, Маверик. Қызықты фактілер: Том Крузды оң қолмен немесе сол қолмен бірдей деп атауға болмайды. Бұл мүмкіндік оған әртүрлі қозғалыстарды бірдей жылдамдықпен орындауға мүмкіндік береді. Том Круз Матрица блокбастеріндегі басты рөлге қатысты, бірақ түсірілімге қатысудан бас тартты. Том Круз бала кезінен голливудтық күлімсіремегенімен танымал, бірақ ол тек 39 жасында жақша тағатын болды. Суретші бұл фактіні жасырмады, сондықтан Entertainment Weekly үшін фотосессияға келісім берді. Эроның журнал беттерінде пайда болуы фильмнің хабарландыруына арналды. Ашылық туралы есеп: Том Круз 3 рет Оскар сыйлығына ұсынылды. 4 шілдеде дүниеге келген Джерри Магуайр және Магнолия сияқты фильмдер марапаттау рәсіміне үміткерлер тізіміне енді.